Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін өзімнің каналымда фаршированный перец жасаудағы құпияларымен бөлісемін. Ең алдымен ыстық суға күрішті бұқтырып қоямыз. Содан кейін пиязымызды турап дайындай береміз. Пиязды ұсақтап тұруымыз қажет. Бізге тартылған ет қажет болады. Менде сиырдың еті, жаңағы ұсақталып туралған пиязды саламыз және де бұқтырылған күрішті саламыз. Күрішті шамамен 10-15 минут бұқтырамын. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, жақсылап араластырып аламыз. Начинкасын дайындап қойдық. Енді қуыруға қажет заттарды дайындаймыз. Оған бізге бір пияз, қызанақ, сәбіз және де бір түйір сарымсақ қажет болады. Видеодағыдай етіп турап шығамын. Ал енді болгар бұрышының ішін начинкамен толтырамыз. Менде мұздатқышта алдын ала қысқаға деп дайындап қойған болгар бұрыштары бар, соларды шығардым. Осындай кезде өте ыңғайлы. Сіздер де жасап көріңіздер, астына ссылкасын қалдырамын. Видеодағыдай етіп, осындай болгар бұрыштарын жаңағы дайындап алған начинкамен толтырып шығамыз. Қызып тұрған табаға құйрық майды салып ерітіп аламын. Сіздер кәдімгі майды да қолдансаңыздар болады. Дегенмен де құйрық маймен дәмі өте ерекше шығады. Және де пияз бен сарымсақты салып қуырып аламын. Сәбіз және де қызанақты да салып, барлығын бірге араластырып, шамамен 5 минуттай қуырамын. Қайнап тұрған су құйып, қақпағын жауып, 1-2 минут тағы да қайнатып аламыз. Қайнап жатырған суымызға картопты саламыз. Жаңағы жерде айтпай кетіппін. Міндетті түрде картоп қосамын және де біздің болгар бұрыштарын салып шығамыз.
Қақпағын жауып бір қайнағанын күтеміз. Қайнағаннан кейін дәміне қарай тұз қосып араластырып, баяу отта қақпағын мұқият жауып, шамамен 25-30 минуттай пісіреміз. Осымен менің фаршированный перецтерім дайын. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де каналыма тіркеліп алуға ұмытпаңыздар. Жұма сайын өте дәмді ерекше рецепттармен бөлісемін.